Армысыздар, сіздермен Киномен. Бүгін біз «Праведные связи» атты фильмге шолу жасаймыз. Арнаға тіркеліп лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Сіздің қолдау мен үшін өте маңызды. Ал біз бастаймыз. Фильмнің басында Чисан есімді бас кейіпкер мәселені шешіп отырғанын көреміз. Ол гангстер болғандықтан алдында отырған ер адамды пышақпен қорқытуда. Сол сәтте ер адам ұялысын алып хабарласуға рұқсат сұрайды. Содан кейін терезеден дабыл дыбыс естіледі. Ер адам түрін өзгертпестен полицияны мен шақырдым, әрі жағдайды мен қадағалаймын деп алдайды. Бірақ оның амалы іске аспай қалып пышаққа түседі. Чисан сотқа дайындалып жатады. Прокурор одан кімге жұмыс істейтінін сұрайды. Бірақ Чисан аз уақытқа түрмеге отырасың деген ұсынысқа қарамастан басшысын сатпайды. Оған 7 жыл беріледі. Солай ол жазасын өтеуге аттанады. Оның бастығы Янг-Хи өзінің адамы сатпағанын естіп мақтан етеді. Түрмеде Чисан ескі досының әлі де тірі екенін біледі. Оны дарға асуы керек болған, бірақ басшылықтың оған жаны ашығандықтан ол әзірге тірі. Түскі ас кезінде Чисан қатарластарымен танысады. Әрі жергілікті бұзақылар әлсіздерге күш көрсететінін біледі. Сосын біз бас кейіпкер шабуыл жасаған ер адамның тірі қалғанын білеміз. Оған Янг-Хи басшысы келіп келісуді ұсынады. Бірақ ер адам оған талабын қояды. Чисан өлуі керек. Басшыға бұл келісім оңайға түспесе де келіседі. Ары қарай біз Чисанның тағы бір досы Джуджамен танысамыз. Ол досының абақтыға жабылғанына қапа болып, оның құрбысына келіп, қай жерге барып кездесе алатынын жеткізеді. Бірақ қыз оны көргісі келмей досын қуып жібереді. Сол уақытта басшы түрмеге келіп, Чисанды тезірек босату үшін барын салатынын айтып алдайды. Әрі дарға асылуы керек болған жігіт әлі тірі екенін естіп, аса қатты қуана қоймайды. Сол уақытта Джужан досының әке-шешесіне келіп, аса қатты қуанбағанын сезеді. Сол арада ол 3 дос бала кезде бірге түскен суретті көреді. Түнде жаңа келген қылмыскерге жолдастары қашқалы жатқандарын айтады. Осы уақытқа дейін туннель қазып та үлгерген. Бірақ әзірге бір қатты затқа тап болған. Ал көрші камерада түрме мықтылары әлсізді ұрып соғып жатады. Азанда Чисан ол жігітпен сөйлеседі. Әлсіз жігіт күндердің күнінде ұрған адамнан кегін алатын айтады. Чисан жағдайды өз қолына алуды ұйғарып, күш көрсетушілерді бірнеше секунд ішінде жайратып салып, жазалау камерасына түседі. Түрмедегілердің барлығы бұл жағдайды сөз ете бастайды. Кейбірі оны енді басшы болды дейді. Жазалау камерасында ол 2 шалмен жолығады. Олар бас кейіпкер арқылы жай сөйлескілері келеді. Ол басында сөз тасығысы келмеген, кейін олардың әңгімелері өзіне де қызық болып кетеді. Сол уақытта басшы бір фабрикаға келеді. Солай біз қандай келісім жайлы сөз болғанын білеміз. Ер адам кез келгенді жайратып салатын химиялық қаруды жасаған. Бірақ келісімнің екінші шарты орындалса ғана беруге дайын. Басшы қол астындағы адамның мәселесін шешуі керек. Сол түні қол шатыр ұстаған белгісіз адамдар Чисанның әке-шешесін ұрып кетеді. Түскі ас кезінде Чисан қорғаған жігіт көрінбейді. Жолдастары оған біреу кездесуге келгенін айтады. Кездесу кезінде оған Чисанды өлтіру ұсынылады. Жігіттің есіне Чисан оны құтқарғаны есіне түсіп, ойын күмән торлайды. Гангстерлерге ақсақ ер адам кездесуге келеді. Оның бұндай халге түсуіне Чисанның үлесі бар еді. Чисанның әке-шешесіне адам жіберген осы. Джуджан бұны біле сала, досының әке-шешесіне барып құтқарып үлгереді. Түрмеде Чисан құрбысынан не болғанын естіп қатты ашуланады. Оған қоса түнде өзі құтқарған жігіт артынан шеге қадайды. Бірақ Чисанның қапа болғаны соншалық қарсылық білдірмейді. Бұл жағдай екеуіне де өте ауыр еді. Бірақ жігітті істі соңына апаруға арыз жібермейді. Чисан оған сені көрмедім, қаруыңды ал да кет дейді. Оны солай жедел жәрдем алып кетеді. Оның жақын досы шыдай алмай, кім болсаң да сені табамын деп айқайлайды. Күзет күш көрсетушілердің бірін күдіктеніп далаға шығарып мазақ қыла бастайды. Арыз жібермеген жас жігіт өз-өзіне қол жұмсайды. Джуджан болған жағдайға басшылардың қатысы бар екенін біледі. Солай ол Чисанға келіп басшылары не бүлдіргенін айтады. Ауруханадан қайтып бара жатқан Джуджан басшыға хабарласып, Чисан ес-түссіз жатыр дейді. Чисан түрмеге қайтып келіп, жолдастарымен қашу жоспарын құрады. Алдымен олар сырттағы адаммен келісіп қояды. Олар құбыр арқылы қашпақ болып, екіге айырылған жолға тап болады. Бірі әскери базасына, бірі бостандыққа барады.
Олар тәуекелге бармай камераға қайтып туннельді қазуын жалғастырады. Бірақ жақын арада олардың істері бекер болады, себебі оларды үстіңгі қабатқа ауыстырады. Олардың жаңа жоспарлары бар. Олар қабырғаны құлатып қашпақ. Қабырға ескі болғандықтан тұтқындардың барлығы бірдей итеретін болса құлайды деп ойлайды. Бірақ өздерін жарақаттағаннан басқа ештеңе шықпайды. Олар күнде қабырғаны құлатуға тырыса береді. Күзет бұдан бәрібір ештеңе шықпайды деп шара қолданбайды. Бірақ уақыт өте қабырға жарыла бастайды. Сол уақытта Джуджан орманда ату жаттығуларын өтеді. Қаруын жоғары қаратып атқан сәтте оқ-дәрі ұшаққа тиеді. Керемет кездейсоқтықтар арқасында ұшақ түрме маңына құлайды. Солай қабырға құлап түседі. Тұтқындардың жартысы қашып үлгереді. Теледидардан баскесерлер Чисанның қашып кеткенін біледі. Қашқындардың бірін ұстап алып тергеу басталады. Ал Чисан мен жолдастары полициядан қашып фото ательеге кіріп, қыздың бірін тұтқынға алады. Жаңалықтардан олар қалғандардың барлығы ұсталғандарын біледі. Ал тергеуге алынған жігіттердің бірі басшыларын кім дегенге махаббат пен достық деп жауап берген. Чисан басшысымен жолығуды ұйғарады. Жолдастары да бірге бармақ. Олар ақсақтың адамдарын тауып соққыға жығады. Сосын ол ақсақтың өзін тауып екі аяғын теңестіреді. Келесі кезекте өзінің басшысы. Оның жолына жан досы тұрып жай кетуін өтінеді. Бірақ бас кейіпкер қайтпайды. Солай Джуджан ешкім араласпасын деп досымен ұрысқа түседі. Бірақ тез жеңіледі. Ол досын соңына дейін құтқармақ болады. Бірақ Чисан бір топ баскесерлермен ұрысқа өзі түседі. Оған жолдастары келіп көмектеседі. Сосын ол көлік алып басшысының соңына түскенде жолына тағы Джуджан тұрады. Жолдан қаш деген сөзіне қарамастан ол қаруын кезенеді. Чисан бар жылдамдықпен бағыт алғанда досы атпайтынын көрсетеді. Чисан көлікті тежей алмай жан досын қағып кетеді. Сосын оны көлікке салып құтқармақ болады. Бірақ жолдастарының барлығын ұстаған полиция өзін қуып келеді. Чисан мен басшысы полицияның қоршауында қалады. Солай ол ештеңеге қарамастан оны өлтірмек болады. Бірақ атыс даусы естіледі. Джуджан бұны досы үшін жасады. Содан кейін полиция оған оқ жаудырады. Фильм бас кейіпкер өлім аузындағы досын құшақтап, балалық шағын еске алып отырған жерінен бітеді. Арнаға тіркеліп лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Сіздермен Киномен.